жыл басына таласқан хайуандар. Бұрын ерте заманда хайуандар жыл ағасы болуға таласыпты. Сонда жылқы тұрып, мен алысты жағын қыламын. Күшімді болса көрет, сүтімді болса ішет, қылыма шейін арқан, жебесет. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын, дейді. Түйе, сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп, арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса, көде, жусан болса, жусан. Не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре берем. Жыл басы болу маған лайық, дейді. Сиыр, адам егін ексе, мені жегет, сүтімді ішет, құрт май істейді. Жыл басы болу маған лайық, дейді. Қой, мен болмасам, қазақ үйін немен жабар ет? Жүнімді алып, киіз басат, жабағымнан киім тігет, арқан, жебесет, сүтімнен құрт май алат, шаруаға менен пайдалыларың жоқ, дейді. Сонда ит, мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар ет. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін. Руф, руф, дейді. Тауық, мен болмасам, адамдар ерте жұмысына бармай, ұйықтап қалар ет. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтам. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп, тағы шақырам, дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қулы қойлап, жиылған көпке, бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралықта, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көрет, деп тышқанның сөзін қостап, бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің бастына мініп отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды елемепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, жылдан қор қалыпты. Сонымен балалар, жыл 12 айдың ең бірінші болып тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, маймыл, әтеш, ит, доңыз көріпті. Балалар, ертегіні біз тыңдадық. Енді әр жылды сипаттап, ауызша айтып бер.